Сәлеметсіздер ме менің тұрақты көрермендерім. Менің бүгін кішкентай қызым ойнауға кетіп қалдым. Мен міне жақсы бір бисквит жасап жіберейін деп, ол үшін міне 5 жұмыртқаны дайындадым, қант және миксер, ұнымды дайындап қойдым, разрыхитель тестом, мынау сахарный пудра және ванилин. Енді қалай шыққанын ары қарай сіздермен жалғастыратын боламын. Әзірге мен ең бірінші қазір мына 5 жұмыртқаға кішкентай ғана тұзды қосамын да миксерлеймін. Менімен бірге болыңыздар, арнамнан алыстамаңыздар. Мен кәдімгі қант қосып алайын. Одан кейін сахарный пудрамды қосып алайын. Енді қайтадан миксерлайтын боламыз. Міне мен қантты бәрін араластырып алдым. Енді міне менде разрыхителі бар. Осыны жайлап саламын. Көп салмаймын. Жақсылап араластырамын. Міне осындай қоймалжы масса болды. Мен енді оны 150 градуста ыстық пешке апарып қазір саламын. Құрметті менің көрермендерім, менде осындай зат бар. Осыны қазір кремге айландырайын деп тұрмын. Мен енді пешке қойып қойдым қамырымды. Оғанға дейін кремді дайындай беремін. Міне менің кремім дайын. Бетімді дайын болды қамыры. Суытуға қойып қойдым. Менің көрермендерім, мен мынаны осылайдан екіге бөлдім. Міне қандай жұмсақ, керемет болып шықты. Енді мынаны тағы бір бүйтіп басын кесіп алайын. Осы қазір ма? Бүгін баса бүгін. Басқа ма? Басың бүгін бас. Сөйлей берейік болды ғой? Сөйлей беріңдер, мен жаға берем. Соны үш кісіге қонақ шақырамыз ба? Шақырып көп тұр. Сонымен анда бір сырапиялар бар, жақсы жағынан. Сен дәл сағат пәленбайда шақыратын қыз ғой екен қонақ. Моншаға. Не? Менің кремнің арасына осылай жағып аламын. Ой. Енді шындыққа жанасты ғой деп жүргенде. Бүгін папамыз торт жегісі келді. Құрметті менің көрермендерім, менің бесінші айне әп-сәтте осындай үй жағдайында отағасы жақсы көретін бір тәтті дайындап жібердім. Бағасын өздеріңіз берерсіздер. Осындай болып шықты. Құрметті менің көрермендерім, ең бастысы Ардақ Әлбековнаның
пайдалы кеңестер арнасына бір қоңыраушаны басып тіркелулеріңізді сұраймын. Сіздермен бірге болған әдеттегідей мен Ардақ Әлібековна. Қазақ елі аман болсын.